айтқаны жанға батты. Көлік айдап, қолы босаса тапсырыспен үй жөндеп, отбасым деп шапқылап жүрген мен танитын жуас жігітті сыртынан аяп кеттім. Бақыр басты бір жанға зар боп жүрген талай жанның қасында бұл қарындас бақытты емес пе? Ерін қадірлемегеннің елге қадірі қашан болып еді? Екінші байқағаным, азамат боп өсетін жас баланың анасының көшірмесіне айналуы тілі ұзын үйдегі билік иесінің шешесі екендігін байқатып отырды. Ішер асының, киген киімінің, әкесінің ала жаздай қабырғасы қайысып, әркімнің үйін салып, тапқан қаржысына келгенін сезінбейді. Тіпті момын жанды түтіп жегісі бар. Үшіншіден, көп қазақ қыздарының мектептің бергенімен